Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тестасы өте жұмсақ, өте нәзік болып шығатын духовкада пирожки дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт және де өсімдік майын құйып, үстіне 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қантымызды салып, одан кейін дрожжымызды сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап апара дайындап алатын боламыз. Одан кейін 2 қасық ұнымызды сеуіп, осылай венчиктің көмегімен араластырып апара дайындаймыз. Бетін 5 минутқа жауып қоятын боламыз. 5 минут жауып болғаннан кейін бізде осындай масса шығу қажет. Одан кейін барлық ұнымызды салып, жаңағыдай орташа тығыздықтағы қамыр илеп алатын боламыз. Міне қыздар, осы қамырымызды көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Келесі бізде пирожкиміздің ішіне салатын салмасына осындай картошкамызға тұзымызды сеуіп, суымызды құйып қайнатамыз. Және де ішіне жаңағы пиязымызды ұсақтап турап, қызып тұрған ыдысымызға салып, алтын түсті сары болғанша қуырып алатын боламыз. Міне қыздар, бізде осындай алтын түсті болуы қажет. Біздің картошкамыз пісті. Осыны жақсылап езіп, үстіне жаңағы қуырып алған пиязымызды салып, және де сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді неге құямыз? Өйткені құрғақ болып қалмауы үшін. Одан кейін дәміне қарай бұрыш, дәміне қарай тұзын сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Міне қыздар, біздің қамырымыз өте күшті болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырымызды алып, әрқайсысын осылай кішіректеу бөліктерге бөліп, видеодағыдай осылай домалақтап алсаңыздар болады. Міне осындай домалақтап алып, одан кейін енді келесі бізде жаятын боламын. Осылай қатты үлкен қылып жаюдың қажеті жоқ. Жайып болғаннан кейін жаңағы алдын ала жасап қойған салмамызды салып, осылай қолымыздың көмегімен жаңағы өріп шығатын боламыз. Міне қыздар, тағы да бір рет көрсете кетейін. Жақсылап жайып, одан кейін салмамызды салып, осылай өріп аламыз. Бастапқыда сәл қиынырақ болуы мүмкін, одан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міне осындай әдемі болып шығады. Дайын болған пирожкиміздің тағы да бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Пирожкиміз осындай керемет болып көтеріліп шықты. Көтерілгеннен кейін осындай жұмыртқамызды жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің пирожкиміз дайын болды. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.